Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай керемет жұмсақ болып шығатын бельгийский вафли дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, жасалу жолы өте оңай, ал дәмі неткен керемет, көрсеңіздер ғой дәмін. Арнамыздан алыстамаңыздар, ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Достар, біздің арнамызда бірінші рет болып отырсаңыздар, бұл жерде неше түрлі тәттілердің рецепттері бар. Кіріп қарап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді бұл жұмыртқаның үстіне қант қосып, әппақ көбік болғанша миксермен араластырамыз. Маңызды қадамдардың бірі жұмыртқаны әппақ болғанша араластыру керек. Сол кезде вафлилар воздушный болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай әппақ болғанша араластырып алдық. Енді оның үстіне ерітілген сары май қоямыз. Сары майды еріткеннен кейін кішкене жылытуға кеңес беремін, себебі жұмыртқаны пісіріп жіберуі мүмкін. Маңызды ингредиенттердің бірі ол қаймақ. Қаймақ болмаса натуральный йогурт алсаңыздар да болады. Қаймақты қоссаңыздар, сіздердің вафли жұмсақ болып шығады. Тағы да жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Келесі құрғақ заттарымызды араластыруға кірісеміз. Електен өткізіп алған ұнның үстіне жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі құрғақ заттар мен сұйық заттарымызды араластырамыз. Сұйық заттардың үстіне 2 қасық ұн қосып араластыруға кеңес беремін. Сол кезде масса түйіршіксіз әдемі болып шығады. Біздің вафлидің массасы дайын, осындай қоймалжың болып шығады. Енді пісіруге кірісейік. Алдымен табаны жақсылап тұрып қыздырып алу керек. Оған шамамен 2,5-3 минуттай кетеді. Енді оның үстіне 1 қасық массаны саламыз. Мен вафлиді толтырып жасағанды жақсы көрмеймін, сол үшін осылай ортасына ғана құямын. Сіздерге солай ұнаса, табанның бетіне толтырып тұрып жағып шығасыздар. Немесе мен сияқты осылай жасасаңыздар да болады. Енді табанның бетін жауып, толықтай піскенін күтеміз. Бұған 3-4 минуттай уақыт кетеді. Қараңыздар достар, вафлилар осылай қызарып әдемі болып піседі. Енді табамызды алып тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай табаға мүлдем жабыспайды. Сонымен достар, біздің вафли дайын. Көріп тұрғандарыңыздай тез дайындалады. Шай мен кофемен ішкенге таптырмайтын тіске басар. Бұл вафлилардың ең күшті жері суып қалғаннан кейін де өте дәмді болады. Бағанағы айтып кеткендей балалар қатты жақсы көреді. Ұнаса маған тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарийға өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.